Достарым таңғы 7-те тұрып осылай сүттерім келген болатын, қабылдап алып, осылай пісіріп, әр ыдысқа құйып суыттым. Одан кейін кеше болған болатынмын, соны осылай күбі пісіп, осындай күбіден қолдың майын, осындай құрттарды істеп жатырмын. Өз қолыммен барлық құрттар өте әдемі, дәмді, күшті. Кешке қарай осындай кеспе көже істейін деп шешім қабылдадым. Кеспе көженің барлығын жайып, майдалап, турап, қазанға салдым, ұсындым қазанға. Осылайынан арасынан нан жауып, ыстығынан мен осындай кеспе көже бердім кешкеге. Барлығы қуанып ішіп алды, өте дәмді, түрі де өте әдемі болып шыққан сияқты. Одан кейін шай тамақтарын беріп болған соң, яғни өзімнің жұмысыма, кухняма кіріп, ыдыс-аяқтардың барлығын жуып, осы жерлерін реттеп, тазалап жатқан жайым бар. Достар, егер ұнап жатса, мені қолдап, ойларыңызды, лайктарыңызды аямай басып кетсеңіздер. Ауылдың қарапайым келіншегім мен болам. Мені қолдап отсаңыздар, өте қуанышты боламын, достар. Осылай ыдысымен жуып болып, майларымды заказ қабылдаған болатын. Соның бәрін осылай түнімен осылай істеп, таразға тартып дайындап қойдым таңертеңге. Одан кейін барлығын болған соң шашымды тарап, осылай өріп, бетімнің барлығын осылайынан тазалап жатқан жайым бар. Бетіме, яғни өзіме қарап жатырмын. Осылай айран мен укроп жағып алып күтіп отырмын, достар.